Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге ұлу жылындағы арыстандарға арналған жұлдыз жорамалмен танысатын боламыз. 2024 жылы арыстандар өз қалауы мен ниетіне жетеді. Бірақ көбірек күш салуы керек. Сіздің жолыңызда кездесетін кедергілерді жеңуге болады. Бірақ оны жеңу үшін сізге көп күш салып, шыдамдылық пен табандылық көрсету керек. Өмір сіздің шыдамдылығыңызды сынайды, бірақ шын жүректен өз ісіңізге жүрегіңізді салып, жақсы нәтижеге жетесіз. Табысқа жетудің тағы бір шарты айналаңыздағы адамдармен ынтымақтастықта жұмыс істеу. Бұл жылы күшті қарым-қатынастар мен серіктестерді құру үшін қолайлы. Жеке және кәсіби тұрғыда, бірақ команда болып ойнауға үйренбеген және ымырауға келуді білмейтіндер үшін қиынырақ көрінуі мүмкін. Арыстан белгісі үшін 2024 жыл отбасымен бірге өмір сүруге өте бақытты сезінетін жыл болады. Сүйіспеншілік сіздің сезімдеріңіз бен өмір сүруіңізді өзгертеді. Отбасылық өмір жылдың ең жақсысы болады. Үйіңізде тұрақтылық пен тыныштық таба аласыз. Соңғы бірнеше жыл отбасылық тұрғыдан қиын болды. Сіз әртүрлі қиындықтарды бастан өткердіңіз, бірақ биыл бәрі өзгереді. Қазан айынан бастап сіз іздеген тыныштықты тауып, үйіңізге тыныштық оралады. Сіз қуаныш, махаббат және үйлесімділік кезеңдерін сезінесіз. Сондықтан Арыстан 2024 жыл жұлдыз жорамалына сәйкес отбасында бәрі жақсы бола бастайды, және бұл ішкі және жеке әл-ауқатқа айналады. Сіздің балаларыңыз ерекше қолдау көрсетеді. Осы жыл ішінде сіз отбасыңызды кеңейтуіңіз мүмкін. Сіз балалы болуды қалауыңыз, немесе некеге тұруыңыз, немесе немереңіздің келуі мүмкін. 2024 жыл Арыстанның зодиак белгісінде туылғандар үшін өте құнарлы жыл. Сондықтан, егер сіз серіктесіңізбен балалы болуды ойласаңыз, бұл үшін жақсы жыл. Сізді отбасында бірнеше бақытты сәттер күтеді. Сіз бүкіл отбасын біріктіру және олармен қарапайым және бақытты сәттерді өмір сүру үшін әртүрлі сәттерді ұйымдастыруға тырысасыз. Осы жыл ішінде сіз үй сатып ала аласыз. Одан да әдемі жерге, тұрғын ауданға көшу мүмкіндігі бар. Сондай-ақ жиһазды, тұрмыстық техниканы өзгертуге немесе үйді қайта безендіруге болады. Сататын үйіңіз болса, оны біреу жақсы бағаға сатып алып, бақытқа кенелесіз. Сәуірде жұлдыздар сізді достыққа назар аударуға шақырады. Сіз назардан тыс қалған адаммен араласуыңыз мүмкін. Жаз мезгілінде демалыс күндерін пайдаланып, жақын адамдарыңызбен уақыт өткізіп, кәсіби уайымдарды бір жаққа тастаңыз. Арыстандарды жыл бойы болатын физикалық және психикалық шаршауы олардың денсаулығына зиян тигізеді. Ең дұрысы, дұрыс диетаны сақтау және мүмкіндігінше демалу. Бірінші жарты жылдық мансабыңызға сәттілік алып келеді. Жаңа жылды қосымша күшпен немесе мотивациямен бастаңыз. Сіз қаржыңызды бақылауда ұстайсыз және ақшаңызды әсіресе ақыл мен инвестициялай аласыз. Осы жетістіктерге қарамастан, өзіңізге тым сенімді болмаңыз және сергек болыңыз. Әйтпесе, қарашаның басынан ортасына дейін асқынулар мен түсініспеушіліктердің туындау қаупі бар. Міне достар, ұлу жылындағы арыстандарға арналған жұлдыз жорамалым осымен тәмам. Қалған зодиак белгілері үшін жылдық жұлдыз жорамалымды келесі видеомнан күтіңіздер. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.